Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен палау пісіру рецепті болады. Менімен бірге болу видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Алдымен сәбіздерімізді ашимыз. Екі түрлі сәбіз ашимыз. Біреуі қызыл, біреуі сары түсті болады. Осындай сары түстіні алып қоссаңыздар, палауыңыздың түсі керемет сарғыш болып, дәмі де керемет болады. Пиязымызды ашимыз. Чесноктарымызды ашимыз. Чесноктарымыз бәрі дайын болды. Жуып алдым, енді барлығын турап дайындаймыз. Алдымен мен сәбіздерді тураймын. Сәбіздеріміз туралып дайын болды. Енді пияз тураймыз. Осылай екіге бөліп, жіңішкелеп турап шығамыз. Енді чеснок тураймыз, майдалап. Чесногымыз да дайын болып қалды. Ендігіде етімізді тураймыз. Етіміз осымен дайын болды. Енді қазанымызды қыздырып, ішіне майды құйып, қыздырып аламыз да пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып қуырамыз. Енді үстіне етімізді салып қуырамыз. Етімізді пиязбен бірге әбден қуырамыз. Енді үстіне чеснок саламыз. Кішкене қуырып аламыз да сәбіздерімізді саламыз. Барлығын әбден қуырып аламыз. Үлкен ас қасықпен жарты қасық тұз саламыз. Қуырып болдық, енді салқын су құямыз. Салқын су құйып, қайнатып, астын басып, жұмсарғанша етін пісіреміз. Етіміз пісіп дайын болып қалды. Енді күрішімізді салып, әбден қайнатып, сақырлатып, астын басып, 40 минутқа пісіреміз. Осымен біздің палауымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.